Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, қымбатты осы чаттың қатысушылары. Бүгін тікелей эфир өткізу керек болды, себебі Инстаграм парақшада осы чатта біраз сұрақтар көп екен. Қоңырша тағы да кері байланыс білдіріп жіберсеңіз, мен көрініп тұрмын ба, даусым естіліп тұр ма, экран көрініп тұр ма, слайдтар? Айтысыңызда жақсы көрініп тұрсыз. Экранда көрініп тұр, даусыңызда жақсы естіліп отыр. Жақсы, көп рахмет. Жалпы менің айтарым, бұл роботтар автотрейдинг бағыты. Менің өз басым 22-ші жылы кездескенмін. Өзімде осы саланы іздеп, осындай бар екенін іздеп жүргем. Роботтар болу керек. Өзімде де осы автотрейдингқа келердің алдында ешқандай менде де білім болмады. Мен де өздеріңіз сияқты бейхабар болдым, ештеңеден хабарым болмады именно осы трейдингтардан. Бірақ естуім бойынша осындай роботтар бар екен, трейдинг саласынан автоматтандырылған сауда жүйелерінен табыс табуға болады екен туралы естігем. Естігеннен кейін мен де іздей бастадым жан-жақта. Содан кейін осы компанияға келіп жолықтым. Ол кезде 2022 жыл болатын. Жалпы компанияны айта кететін болсам, 2017 жылдан бастап осы роботтармен сауда жасап табыс тауып келе жатыр екен. Мен 22 жылы осы компанияны кездестім. Содан бері осы бір роботтан бастадым, сол кезде 22 жылы. Қазіргі таңда енді 40 роботым бар. Енді жақсы жетістіктерге жетуге болатынына көзім жетті. Енді әрі қарай айтатын болсақ, біздің компанияның жалпы аты, роботтарды жасап шығаратын компанияның аты FT Holding Trade деген компания. Тіркелген мекен жайы жалпы Виргинский острова дейді. Сол жақта тіркелген, Англияда, Великобританияда. Компания негізгі өзі осы нарықта, өзін осы сауда жүйелерінің ортасында лидер болып есептейді. Жалпы компания роботтарды шығаратын, қазір өздеріңіз білесіздер, көп ақпараттар көп. Робот ұсынатын адамдар көп, жалпы компанияларда көп. Роботтан қатар бот дегенде шықты. Бірақ робот пен ботты сіздер шатыстырмаңыздар. Боттың функционалы шектеулі роботтың функционалына қарағанда. Сол себептен біздің роботтарды бот деп айтуға болмайды. Бот деген ол басқа нәрсе. Біздікі кәдімгі программный обеспечение. Бұл бағыт негізгі жаңадан келген адамдарға, тәжірибелі трейдерларға арналған. Негізгі мақсат осы салада біз уақытымызды үнемдеп, қосымша пассивный доход дейді ғой, қосымша автоматтық түрде табысқа жету мақсаты негізгі. Енді компанияға келетін болсақ, мынау біздің компания қазіргі таңда кез келген адам робот алатын болатын болса, онда біздің компаниямен келісім шартқа отырады. Публичный договор оферты деген бар. Мынау экрандарыңызды көріп отырсаңыздар, оң жақтарыңызда QR тұр. QR кодқа телефондарыңызды, фотоларыңызбен көрсетсеңіздер, соның астында біздің компанияның публичный договор офертасы шығады. Кез келген адаммен сондай бізде келісім шарт болады. Ол жерде барлық осы роботқа байланысты, компанияға байланысты, жалпы қолданушыларға байланысты барлық заңды жағы, рисктар жағы, қауіпсіздік жақтары, ережелері барлығы көрсетіліп жазылған. Енді жаңа айтқандай, компания негізгі қалаушылары Ресей мемлекетінің азаматтары. Компания Англияда тіркелген, себебі компанияның статусы халықаралық деңгейдегі, международный дейді ғой, халықаралық деңгейдегі компания. 2017 жылы август айында құрылған. Жалпы қазіргі таңда штаттық саны, мынау техподдержкамыз бар, юристтарымыз бар, программисттарымыз бар, трейдерларымыз бар, финансисттарымыз бар. Осылардың барлығын қосқанда 50 адам штатта официально жұмыс жасайды. Штаб-квартирасы Мәскеу қаласында. Жалпы осы роботтармен қолданушылардың саны әлем бойынша 5000-нан асып кеткен. 40 мемлекеттен астам бізде осы 5000 партнерларымыз роботпен қолданып, осы күнге дейін табыстарын тауып келе жатыр. Мына жерде көрсеңіздер, біздің ортадағы өзі жалпы компанияның екі
ресми өткізетін мероприятиясы бар. Ол мынау қысқы жаңа жылға байланысты корпоратив. Одан кейін екіншісі ресми, ол 1 август біздің компанияның құрылған күніне арналған іс-шара. Сауда жүйе дегеніміз жалпы не ол? Сауда жүйе дегеніміз бұл қаржылық инструмент. Бізге автоматтық түрде, валюта нарығында, Форекс деген валюта нарығында автоматтық түрде сатып алу, сату режимімен бізге табыс табатын құрал. Әртүрлі алгоритмдармен, жалпы біздің компанияның тәжірибелі трейдерлардың өздерінің авторлық алгоритмдарымен құрылған сауда жүйе. Орташа табысы айына 5%-дан 10%-ға дейін табыстарды әкеледі. Енді күніне бұл роботтарға уақыт бөлетін болатын болсақ, шамамен 10 минут уақыт негізгі жеткілікті. Таңертең, түске таман, кешке таман телефондарыңыздан бір қарап отырсаңыздар жеткілікті. Қолданушылардың негізгі аудиториясы жаңадан келген адам. Жалпы хабар жоқ адамдарда бастап кете алады. Сонымен қатар тәжірибелі трейдерлар, өздеріне қолмен сауда жасап жатқан тәжірибелі трейдерлар қосымша роботтармен пассивтік түрде табысқа да жете алады. Қазіргі назарларыңыздағы слайд роботтың ішкі жүйесі. Робот қалай сауда жасайды? Осыны барлығын біз көрсетеміз. Қазір мен мысалға обучение деп жатырмын. Роботтың қалай жұмыс істейтіні, қалай сатып алады, қалай сатады, осының барлығын сіздер тікелей өздеріңіздің серверларыңызға кіріп, мынау қашан робот сауданы ашты, қай кезде, қай уақытта сатып алды, қандай бағамен сатып алды, қандай бағаға сатты, осының барлығын сіздер тікелей бағытта көре аласыздар. Енді біздің компанияға келетін болсақ, осы роботтарды қазіргі таңда осы бүгінгі күнге 4 бағыттағы әртүрлі линейка роботтарымыз бар. Бұл алғашқы классическая линейка деп айтамыз. Классическая линейка бұл 2017 жылдан бастап алғашқы біздің шығарған роботтар. Бұлмен жалпы осы қолданушылардың 92%-дан астам қолданушылар осы классиктарды қолданады. Бұлардың стратегиясы әртүрлі, 3 түрлі стратегиясы бар. Біреуі трендпен, екеуі трендқа қарсы. Екінші линейкасы бұл трендовый линейка дейді. Трендовый линейка 2022 жылы, мен осы компанияға келген жылы ноябрь-декабрь айында осы екінші линейкасы шығып жатқан. Бұл енді трендпен жұмыс істейтін линейка. Үшіншісі гибридная линейка дейді. Бұл 1 август 2024 жылы біздің компания жасап шығарған. Гибридная линейка қазіргі таңда біздің лидерларымыз деп атауға болады. Роботтардың ішінен табысты көп әкелетін осы гибридный линейкалар, яғни King Plus деген линейкалар бар. 5 әртүрлі стратегиясымен жұмыс жасайды. Оның ішінде математический стратегиясы да бар, классический да бар, трендовый да бар, гибридный да бар. Келесі 4-шісі бізде математическая линейка. Математическая линейка бұл 2023 жылы аяғында шыққан. Қазіргі таңда барлық линейкалар жаңартылудан өтіп, осы математическая линейканың жалпы бағыты, стратегиясы өзгеріп, қазір индикаторлық саудалармен сауда жасайды. Версия деп айтамыз, әр роботтардың, жаңа біз алдында айтып кеткендей, 4 роботтардың әртүрлі версиялар бар. Версия деген мынау консервативная версия дейді. Яғни баяулау. Консервативная версияның табысы шамамен 5%-ға дейін табыс әкелетін роботтар айына. Минималдық депозиттары $100 болу керек. Робот саудасын бастап кету үшін әр роботқа кемінде $100 депозитта болу керек. Консервативная версиялары максималдық торговый баланстары $5000-дан шектелген. Осының барлығы негізгі мынау роботты жасап шығаратын кезде өзі түсініктер бар. Риск менеджмент, money менеджмент деген түсініктер бар. Осыны ойластырып отырып, осы қауіпсіздік ережелерді сақтай отырып, $5000-дан шектегеміз.
Екіншісі рациональная версия дейді. Рациональный деген агрессивный мен консервативныйдың ортасындағы роботтар. Бұл роботтардың табыстары айына 7%-дан 15%-ға дейін деп айтамыз. Және осы роботтардың агрессивный версиялары бар. Агрессивный версиялардың табыстары айына 10-15%-ға дейін келеді. Бұл жерде сауда баланстары консервативныйлардікі $5000 шектелген болатын болса, агрессивныйлардікі $3000 шектелген. Бұның барлығы қауіпсіздік ережесін сақтау мақсатында жасалған. Енді бізде әртүрлі робот қолданушылар бар. Және роботты қолданатын адамдардың әртүрлі жағдайлар бар. Біреуінде ақша болмайды, ақша тапқысы келетін адамдар бар, я. Тек қана мысалға жай $100 бастайтын адамдар бар, бір роботпен. Енді тағы да бір адамдар бар, крупный инвесторлар бар, мысалға, бизнесмендер бар, үлкен қомақты ақшамен бірден келіп, бірнеше робот алып портфель жасайтын адамдар бар, қолданушылар. Кейбір адамдар бар, күмәнданып, бүкіл ақшасын салғысы келмей, алғашқы кезде бір роботпен тексеріп, одан кейін көздері жеткеннен кейін толықтыратын, көбейтетін әртүрлі категориядағы адамдарымыз бар. Енді мынау консервативный инвестор дейді, біз портфельдарды бөлгенбіз, осы уақытқа дейін тәжірибемізге сүйене келе әртүрлі инвесторлардың сауда портфельдарын құрғанбыз. Консервативный инвестор дегеніміз негізгі үлкен суммамен кіретін адамдар, жалпы ол үлкен суммамен кіретін инвесторларда бізде көбінесе айына 3-5%-ға дейін табыс жетеді. Ең бастысы біздің роботтарымызда риск көп болмау керек деген өздерінің ұсыныстары болады. Ондай адамдарға біз портфельді құрған кезде 80%-ын консервативный версиядан жасағымыз келеді, ұсынамыз, 20%-ын агрессивный жасауға болады. Және екіншісі сбалансированный инвестор дейді. Яғни бұл консервативный мен агрессивныйдың ортасындағы инвесторлар. Көбінесе бұл инвесторлар 5%-дан 10%-ға дейін табыс тапқым келеді деп өздерінің ұсыныстарын айтады. Және өздерінің жағдайларына байланысты 50-50 портфельді жасауға болады. 50% агрессивтік, 50% консервативтік. Содан кейін агрессивный инвестор дегендер бар. Бұл енді тез-тезден ақшасын көтеріп алатын инвесторлар. Бірақ тез-тез көтерем деген адамның негізгі өзінің түсінігі болу керек, және осы салған ақшасының қауіпсіздік ережелерін сақтау керек, міндетті түрде. Ондай кісілер бар, бізде жоқ емес. 20%-ға дейін айына табыс алғым келеді деп өздерінің ұсыныстарын айтады. Ол кезде біз керісінше 20% консервативтік сауда жүйелерін ұсынамыз, 80% агрессивтік болады. Жалпы енді жаңа компанияны айтып отырмын ғой, біздің компания осы нарықта лидер болып есептелінеді. Біздің компаниядағындай арнайы әр келген адамға техподдержкасы болады. Техподдержка деген сіздің мысалға робот алдыңыз ба, 24/7 қандай сұрағыңыз бар. Сіз техподдержканың чатында боласыз, телеграмда. Роботыңыз байқаусыздан, енді бұл техника болғаннан кейін әртүрлі сбойлар болуы мүмкін, перезагрузка болуы мүмкін, FX монитор мен сервердің ортасындағы үзіліп кететін моменттар болуы мүмкін, настройкасын өзгерту, әртүрлі параметрлар болуы мүмкін. Сол кезде сіз біздің техподдержкаға 24/7 жазып жауап ала аласыз. Роботыңызды толықтай іске қосып береді. Жаңарту керек болатын болса, тағы да өтініш қалдырасыз, техподдержкаға жаңартып береді. Және аптасына 2 рет брифинг өткізіп отырады сіздерге. Брифинг деген робот алған адамдар біздің техподдержкаға тіркеледі. Дүйсенбі, жұма күндері кешке жақын сағат 8-дің уақытында тікелей эфирға қатысып, өзінің сұрақтарын қойып, ол сұраққа жауап алып, техподдержканың брифингінде біздің компанияның қалаушылары отырады. Жалпы техподдержканың барлық штаты отырады, администраторларымыз да отырады компанияның. Оның ішінде мен де отырам. Сондықтан робот алған адамдар бізде техподдержканың брифингіне қатысып, өздерінің қосымша білімдерін арттыра береді. Жеке индивидуальная поддержка олда да қосымша қамтамасыз етілген, барлығы біздің техподдержкада. Қосатын мынау кезеңдері, робот сатып алғаннан кейін жалпы мынау компанияның қосып беретін автоматически осы неге қосылған.
Сіз мысалы робот сатып алған кезде, қазіргі таңда менен алатын болсаңыздар, жалпы Қазақстандағы региональный осы роботтарды ұсынып жүрген қазіргі таңда мен боламын. Есім Айдос Даримбаев болады. Енді мен алдында айтуға өткізіп алыппын, кешірім сұраймын. Сол себептен робот алатын болсаңыздар, менімен хабарласасыздар. Оқуы бар, ол оқуына бөлек төлейсіздер. Роботтың құны бар, оны бөлек сатып аласыздар. Сіздердің шығындарыңыз қазіргі айтып жатқанымыз. Одан кейін роботты орнату үшін сіздер сервердан арендаға аласыздар. Сервер дегеніміз ол жаңағы роботтың 24/7 қамтамасыз етіп тұратын, жұмыс істеп тұратын, интернеті болып тұратын, үнемі өшпей, светі бәрі болып тұратын сервер. Сол сервер сіздер арендаға аласыздар. Және қосымша мониторинг деген бар. Күнделікті роботтың қанша табыс әкеп жатыр, қанша ақшаңыздан, депозитіңізден қаншасын жұмсап жатыр саудаға, роботта қандай табыс әкеп жатыр, қанша сделка ашылды, қанша сделка жабылды, осының барлығын көріп отыратын мониторинг бар. Оның барлығын арендаға аласыздар. Енді осы шаги подключения дейді. Біріншісі роботты сатып аласыздар. Екіншісі жаңағы айтқан серверді арендаға аламыз. Үшіншісі брокерға тіркелеміз. Брокер жөнінде келесі слайд айтатын боламын. Одан кейін төртіншісі техподдержкаға жазып, орнатуға заявкасын жазамыз. Және бесіншісі техподдержка сіздің кез келген сұрағыңызға 24/7 жауап беруге дайын болады. Роботтардың бағасы, кез келген роботтың бағасы $500. Менің оқуымның бағасы 200 мың теңге. Және депозит кемінде робот саудасын бастау үшін $100 болып табылады. Жаңағы брокер жөнінде айта кетейін. Брокерға сіздер тіркелесіздер, себебі біздің сауда Форекс нарығында. Ең үлкен әлемдегі валюта нарығы бар, Форекс нарығы. Сол Форекс нарығына біз тікелей саудаға өзіміз қыса алмаймыз. Неге десеңіз, ол жерде халықаралық талаптар бар. Оған тікелей біз кіре алмаймыз. Оның талаптарының бірі лицензиямыз болу керек. Екіншіден, ол жерде үлкен қомақты капитал қаражатымыз болу керек. Тағы да сондай сияқты талаптар бар. Ол талаптарға осы брокерлар сай. Брокерға біз тіркелеміз. Брокер деген өзіміздің меншікті қазіргі Қазақстанда қолданып жүрген банк счеттарымыз бар. Каспий, Народный, Жусан, тағы да сондай сияқты банктармен қолданамыз. Дәл сол сияқты брокерлік компания, біз сол жерге тіркелеміз, өзіміздің аккаунтымызды ашамыз, жеке счетымызды ашып, сол ақшамызды брокерға салып, сауда сол брокер арқылы нарыққа, Форексқа кіріп, сауда жасай аламыз. Брокерсіз біз тіке Форексқа кіре алмаймыз. Брокер дегенде сол ұйымды қысқаша түсіндіріп айтқан. Не үшін керек брокер? Брокер енді біз счетты ашқаннан кейін депозитті брокерға саламыз, өзіміздің счетымызға. Сол счеттан әртүрлі сделкалар болады. Роботтар сатып алады, сатады. Сол кезде осы сделканы, мынау Форекс нарығына сделканы жасап шығару керек қой. Соған брокерлар бізге көмекші болады. Былайша айтқанда, бізбен Форекс нарығының ортасындағы брокер делдал, көмекшіміз. Бізде қазіргі таңда брокерлардың әлемге танымал екі брокермен жұмыс жасаймыз. Біріншісі Lord Prime, ол халықаралық танымалы брокер, лицензиясы бар. Және бұл брокердің сауда ұсыныстары, сауда условиялар дейді ғой, өте бір бізге қолайлы. Ақшаны қай уақытта саласыз, қай уақытта алып шығасыз, барлығы тез уақытта жасалынады. Екіншісі әлемге танымалы Forex.fu. Осы Орта Азияда және Европада бізде осы Forex.fu мен көбінесе қолданады. Ең үлкен тәжірибелі лицензиясы бар брокер. Жаңа айтып кеткен мониторингім. Мониторинг, сіздер жалға алған мониторингті, арендаға алған мониторинг күнделікті осындай ақпаратты көрсетіп отырады сіздерге. Мысалы үшін мынау роботтың аты ГОСТ деген, сауда балансы, мына көктегі тұрған сауда балансы, мына валютный паралар, карточкалар астындағы жасылдар, сары, мына көк түсті, бұл валютный паралар. Күнделікті көрсетіп отыратын ақпаратына оң жағыңызда қызыл шеңбердің ішінде табысты көрсетіп тұр.
мына 15,33 доллар деген сол мына 23 майдың 24 жылы көрсетілген скрины, сол бір күннің түскен табысы. Мына вчера деген кешегі күннің түскен табысы, мысалға. Неделя деген осы аптаның түскен табысы, және месяц осы айдың түскен табысы деген ақпаратпен сіздерге беріп отырады. Содан кейін сіздер осы мониторинг арқылы қанша сделка ашылды, міне 11 сделка ашылды, барлығы көрініп тұр. Осы 11 сделка мына 5 валютный параға бөлінген. Австралийский доллар мен канадский долларда мысалға селға бір сделка ашық тұр. Евро фунтта байға 300 сделка ашық тұр. Осылардың барлығын қосқанда 11 сделка бізде ашық тұр. Және бұл жерде бізде депозитта 1543 доллар тұр міне. Осы робот 11 сделкаға біздің депозитіміздан 92,26 долларды жұмсап тұр деген сөз. Осындай ақпараттарды сіздер көресіздер. Бұл сіздерге қадағалауға жақсы болады. Просадка деген ұғым болады, рисктер болады. Осылардың барлығын біз ереже мақсатында көмектесіп, түсіндіріп, оқытып, сіздер білесіздер. Біз сіздерге памятка, жаднама, осының барлығын беретін боламыз тіркелген адамдарға. Мына стратегия инвестирования с торговыми системами дейді. Бізде енді әртүрлі стратегияларымыз бар. Мысалға, робот алған кісілердің әртүрлі түрлері бар. Кейбір адамдар түскен табысты ай сайын өзім қолдану үшін шешіп тұрам дейді. Одан кейін кейбір адамдар бар, жартысын, түскен табыстың жартысын алам, жартысын реинвестқа жіберем. Үшінші бағыты инвесторлардың түскен табысты толығымен мен реинвестированияға жіберіп, ақшамды жинаймын деген инвесторлар болады. Және төртінші біздің инвесторлардың түрлері бұл табысты алмаймын, бірақ үстіне ай сайын 100 доллар қосып отырам деген инвесторлар болады. Енді осы төрт бағыттағы инвесторлардың стратегияларын біз қандай депозиттармен қанша табыс әкелетінін көрейік. Мысал үшін, сіздерде депозитіңізда бірінші қатарда 5000 доллар тұр. 5000 доллар болатын болса, бірінші стратегиямен сіз қолданатын болсаңыз, мысал үшін 5000 доллардан түсіп тұрған, ай сайын түсіп тұрған табыс, үстінен түсіп тұрған табысты сіздер шешіп алып өздеріңіз қолданып отырсаңыздар, онда бір жылда сіздер 5000-ның, енді 5000-ді алып тастасаңыз, сонда 6526 доллар түседі екен бір жылда. Егер де 5000 доллардың түсіп отырған ай сайын табысын 50%-ын ғана шешіп алып, қалған 50%-ын шотқа қалдырып, реинвест жасап отырсаңыздар, онда міне екінші қатардағы 13804 доллар бір жылда сіздер жинайды екенсіздер. Үшінші қатары бар. Үшінші қатарында жаңағы табыс, түскен табыс 100% біз шешіп алмаймыз. Реинвест шотқа салып, әрі қарай шотымызды көбейтеміз. Онда 5000 доллар бар депозиттар бір жылда үстінде 17020 доллар жинайды екен, жалпы. Ендігі төртінші вариант инвесторларымыз тапқан табысын шешіп алмай, сол реинвест жасайды, және үстінен ай сайын 100 доллар қосып отырған инвесторларымыз. Бір жылда 19262 долларға жетеді екен. Дәл сол сияқты 1000 доллармен де жасасаңыздар, міне 2035, екінші қатар 2760 доллар, үшінші қатар 3404 доллар, және бесінші қатар 5645 доллар. Енді процентпен есептесек, бұл жерде өте жақсы проценттер көрсетіліп тұр. Және бұл суммалар негізгі жай жазылмаған, осының барлығы біздің саудаларымыз жүріп келе жатыр. Мысалы 2017-тен бастап компанияның сауда жүйелері жүріп келе жатыр, табыс тауып келе жатыр. Осы тәжірибеге сүйене отырып жасалған бұл аналитика. Өздеріңіз қандай стратегияны қолданғыларыңыз келеді? Чатқа да жазып отырыңыздар. Егерде сұрақтарыңыз болып жатса, қазір эфирдің соңында айтарсыздар. Бүгінгі эфирдің слайдтарын мен айтып жеткіздім сіздерге. Осы телеграм чатқа таныстарыңыз болса, осы роботқа байланысты сұрақтарыңыз, қызығушылық танытсаңыздар, тіркей беріңіздер. Бұл чат бақылау чаты болып табылады. Бұл жерде кез келген адам тіркеліп, осы роботтарға байланысты ақпараттармен таныса береді. Жексенбі сайын осы чатта
ссылка келеді, компанияның тарапынан вебинарлар өтеді. Сол вебинарды көріп отырсаңыздар болады. Біздің өзіміздің партнерларға айтарым, чат активных партнеріміз бар, чат партнеріміз бар. Сол жерге тіркеліп, бизнестарыңызды дамытсаңыздар болады. Бізде енді өзіміздің компаниядан беретін сабақтар өте көп, сондықтан біздің партнерлар оны өздері біледі. Өзіміздің қазақстандық партнерлық чатымыз да бар. Барлықтарыңызға көп рахмет қатысқандарыңыз үшін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы, сау болыңыз Айдос мырза. Рахмет сізге де. Сау болыңыздар.